Бауырдың майлы ауруы бауырда артық майдың жиналуынан туындайтын кең таралған ауру. Көптеген адамдарда симптомдар жоқ және олар үшін елеулі проблемалар тудырмайды. Кейбір жағдайларда бұл бауырдың зақымдануына әкелуі мүмкін. Жақсы жаңалық, өмір салтын өзгерту арқылы бауырдың майлы ауруының алдын алуға немесе тіпті оны қалпына келтіруге болады. Бауырдың қызметі қандай? Сіздің бауырыңыз өмірді қамтамасыз ететін көптеген функциялары бар маңызды орган болып табылады. Бауыр ас қорытуға көмектесетін өт шығарады, ағзаға белоктар жасайды, темірді сақтайды, қоректік заттарды энергияға айналдырады, қанның ұюына көмектесетін заттарды жасайды, жараларды емдеу үшін біріктіреді, иммундық факторларды жасау және қаныңыздан бактериялар мен токсиндерді, денеңізге зиян тигізуі мүмкін заттарды жою арқылы инфекцияларға қарсы тұруға көмектеседі. Майлы бауыр ауруы дегеніміз не? Майлы бауыр ауруы бауырда тым көп май жиналуынан туындайтын жалпы жағдай. Сау бауырда аз мөлшерде май бар. Май бауыр салмағының 5%-дан 10%-ға дейін жетсе, бұл проблемаға айналады. Неліктен майлы бауыр ауруы зиянды? Көп жағдайда майлы бауыр ауруы ауыр проблемаларды тудырмайды, немесе бауырдың қалыпты жұмыс істеуіне кедергі келтірмейді. Бірақ бұл жағдайға шалдыққан адамдардың 7%-нан 30%-на дейінгі кісілер майлы бауыр ауруы уақыт өте нашарлайды. Ол 3 кезеңнен өтеді. Бірінші кезең сіздің бауырыңыз қабынған, яғни ісінген кезде бұл оның тінін зақымдайды. Бұл кезең стеатогепатит деп аталады. Бауырыңыз зақымдалған жерде тыртық тіндері пайда болады. Бұл процесс фиброз деп аталады. Үшінші кезең кең тыртық ұлпасы сау тіннің орнын басады. Осы кезде сізде бауыр циррозы пайда болады. Бауыр циррозы дегеніміз бауырдың ауыр зақымдануының нәтижесі. Сау бауыр тінін алмастыратын қатты тыртық тін бауырдың жұмысын баяулатады. Сайып келгенде ол бауырдың жұмысын толығымен блоктай алады. Цирроз бауыр жеткіліксіздігі мен бауыр ісігіне әкелуі мүмкін. Бауырдың майлы ауруының қандай формалары бар? Майлы бауыр ауруының 2 негізгі түрі бар. Бауырдың алкогольдік ауруы. Алкогольді майлы бауыр көп ішу нәтижесінде бауырда майдың жиналуы. Орташа ішу әйелдер үшін күніне 1 сусын, ал ерлер үшін күніне 2 сусынға дейін анықталады. ақш-тағы адамдардың шамамен 5%-ында бауыр ауруының бұл түрі кездеседі. Бауырдың алкогольсіз май ауруы. Алкогольсіз майлы бауыр ауруы ішімдік ішпейтін адамдарда кездеседі. Бұл жағдай Құрама Штаттардағы әрбір 3-ші ересек адамның және 10 баланың біреуіне әсер етеді. Зерттеушілер алкогольсіз майлы бауыр ауруының нақты себебін таба алмады. Семіздік және қант диабеті сияқты бірнеше факторлар сіздің тәуекеліңізді арттыруы мүмкін. Симптомдары мен себептері. Майлы бауыр ауруы кімге шалдығады? Сізде майлы бауыр ауруының дамуы мүмкіндігі жоғары, егер сіз испандық немесе азиялық, менопаузадан кейінгі әйел, іш майының жоғары деңгейімен семіздікке ие болыңыз, жоғары қан қысымы, қант диабеті немесе жоғары холестерині бар адамдар, ұйқыдағы обструктивті апноэ, тыныс алудың тоқтап, ұйқы кезінде басталуына әкелетін тыныс алу жолдарының бітелуі бар. Және де салауатты өмір салтын сақтамай дұрыс тамақтанбайтын адамдарда майлы бауыр ауруы жиі кездеседі. Майлы бауыр ауруына не себеп болады? Кейбір адамдарда бауырдың май ауруы бұрыннан бар жағдайларсыз ауырады, бірақ бұл қауіп факторлары оны дамыту ықтималдығын арттырады. Семіздік немесе артық салмақ, екінші типті қант диабеті немесе инсулинге төзімділік, метаболикалық синдромдардың болуы. Майлы бауыр ауруының белгілері қандай? Бауырдың майлы аурумен ауыратын адамдарда
Ауру бауыр циррозына ауыспайынша симптомдары болмайды. Егер сізде белгілер болса, олар мыналарды қамтуы мүмкін. Іштің ауруы немесе іштің жоғарғы оң жағындағы толықтық сезім. Жүрек айну, тәбеттің жоғалуы немесе салмақ жоғалуы. Тері мен көздің ағы сарғайған. Іш және аяқтар ісінген. Қатты шаршау немесе психикалық шатасу, әлсіздік. Майлы бауыр ауруы екенін анықтау үшін ультрадыбыстық зерттеу және де қан анализдерін тапсырғаныңыз абзал. Қалай емделеді? Бауырдың майлы ауруына қарсы арнайы дәрі жоқ. Оның орнына дәрігерлер жағдайға қарап, ықпал ететін факторларды бақылауға көмектесуге назар аударады. Олар сондай-ақ денсаулығыңызды айтарлықтай жақсартатын өмір салтын өзгертуді ұсынады. Емдеу мыналарды қамтиды: алкогольден аулақ болу, салмақты жоғалту, қант диабетін, холестеринді және триглицеридтерді, қандағы майды бақылау үшін дәрі-дәрмектерді қабылдау. Алдын алу шаралары. Бауырдың майлы ауруын қалай болдырмауға болады? Бауырдың майлы ауруын болдырмаудың ең жақсы жолы жалпы денсаулықты сақтайтын нәрселерді жасау. Салауатты салмақта болыңыз. Егер сіз артық салмақ немесе семіз болсаңыз, салмақты біртіндеп жоғалтыңыз. Жүйелі түрде жаттығу жасаңыз. Алкогольді тұтынуды шектеңіз. Дәрі-дәрмектерді дәрігердің тағайындауы бойынша қабылдаңыз. Іс жүзінде гепатозды емдеумен күресу қиын, бірақ бұл қажет. Майлы бауырды емдеу зақымдалған органнан артық липидтерді кетіруге және метаболикалық процестерді тұрақтандыруға бағытталған. Бұл толық қалпына келтірудің жалғыз жолы. Майлы бауырдың себебі қандай болса да, емдеу науқастың өмір салтын өзгертуден басталуы керек. Гепатозды емдеу кезінде қажет заттар: салмақты азайту, артық фунттан құтылу, күнделікті мәзірден майлы және қуырылған тағамдарды, газдалған сусындар мен алкогольді алып тастаңыз. Жүйелі түрде жаттығу, тағайындалған дәрі-дәрмектерді уақытлы қабылдау, теңгерімді салауатты диетаға толығымен ауысу. Майлы бауырды емдеуге эндокринологтар мен гепатологтар қатысады. Бірінші маман патологияның бастапқы себептерін жоюымен айналысады, ал екіншісі олардың әсер ету салдары. Егер сізге диагноз қойылған болса, бас тартпаңыз. Сіздермен бірге болған 100 жаса каналы. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар, ауырмаңыздар.